Достар, сіздермен бірге Диана. Бүгін мен әпкеммен бірге оладьи пісіретін боламын. Ал ендеше кеттік. Достар, осы видеоға көп лайк жинаңыздар. Анаммен бірге видео түсіретін боламын. Ал ендеше бастайық. Бізге керекті заттар: бір жұмыртқа, май, сода, шекер, айран, ұн керек болады. Достар, бұл рецепті бірінші рет түсіріп тұрмын. Қалай шығатынын көрейік. Бұл сковородкаға май жақпай пісіретін боламыз. Ал ендеше бастаймыз. Достар, бірінші ыдысымызға жұмыртқа жағатын боламыз. Сосын шекерін саламыз. Араластырамыз. Достар, сәл ағартып көпіртеміз. Достар, Дианаға арнасына кіріп лайк басыңыздар. Біз осылай көпіртіп алғанбыз. Енді сұйық майымызды құямыз. Достар, 2 қасық сұйық майымызды құямыз. Пісіріп жатқан рецептерімді видеоның астына жазып қоятын боламын. Видеоның астын ашып қараңыздар. Достар, соданы айранға араластыратын боламыз. Араластырамыз. Кішкене уақытқа көпіруге қоямыз. Бізде көпіріп жатыр. Достар, қараңыздар. Айранымыз көпірді, бірден салып жайламыз. Енді араластыратын боламыз. Достар, біз онда алдын ала өткізіп қойғанбыз. Азазын салып араластырып отырмыз. Қамыр кішкене қана сұйық болады. Біз 5 қасық ұн салдық, қамыр осындай болды. Ал ендеше пісіретін боламыз. Бізде осындай. Достар, орташа отқа қойдық. Бірінші рет майсыз пісіріп көреміз, май жақпадық. Достар, біз бірінші порциясын севаттық. Бетіне көпіршік шығу керек. Оладьи деуге де болады, панкейк деуге де болады. Достар, майсыз болмайды екен. Майсыз. Біз екеуін пісірген соң май құюды шештік. Қазір қалай шыққан сіздерге көрсетеміз. Достар, бізге қазіргісі күшті шықты, қараңыздар. Достар, осындай. Достар, біздің оладьйіміз күшті болды. Дайындап көрсеңіздер болады. Достар, осындай үлкен пісіріп көрген. Біз ортасын бөліп көрсетейік. Ортасы толықтай піскен. Достар, осы видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біздің оладьйіміз тәтті болды. Достар, өте күшті шығады. Қорықпай пісіреміз, іші толып піседі.